Алдағы уақытта кімдер зейнетақы алмауы мүмкін? Олардың қатарына кімдер жатады? Бүгінгі күні зейнетақыны ай сайын алып отырғандар алдағы уақытта зейнетақыдан қағылуы мүмкін бе? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 1975 жылға дейін туған қазақстандық азаматтары жаңа жарнадан зейнетақы төлемдерін алмайды. Тағы бір шарт, кемінде 5 жылға дейін ОПВР төлеу. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жұмыс берушінің жаңа міндетті зейнетақы жарнасы пайда болғаны белгілі. Оның мөлшері қызметкердің жалақысының белгілі бір пайызына тең. Ал Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес бұл көрсеткіш бірнеше жылдар бойы өседі. Яғни 2024 жылы ол 1,5% болса, 2025 жылы 2,5%, 2026 жылы 3,5%, 2027 жылы 4,5% және 2028 жылдан бастап 5% болатын болады. ОПВР жұмыс берушілердің есебінен төленеді. Сонымен бірге олар кейбір қызметкерлерге, мысалы зейнеткерлік жасқа жеткендерге төлеуден босатылады. Заң бойынша ерекшеліктер тізіміне 1975 жылдың 1 қаңтарына дейін туған адамдар да кіреді. Яғни 50-ге толған немесе биылғы жылдың соңына дейін 50-ге толатын қазақстандықтар үшін жаңа зейнетақы жарналары төленбейді. Еске сала кетейік, ОПВР мұраға алынбайтын немесе сәйкестік шегінен тыс жеке мақсаттар үшін пайдаланылмайтын шартты зейнетақы шоттарына жіберіледі. Яғни олар зейнетақы жинақтарының сарқылу деңгейіне қарамастан зейнетақы төлемдері жүзеге асырылатын өзіндік ортақ қазанды құрайтын болады. Осылайша, жаңа зейнетақы жарнасы енгізілгеннен кейін Қазақстан жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен жаңа зейнетақы төлемін жүзеге асыру ережесін бекітті. Жаңа зейнетақы төлемін кім алмайды? Олардың айтуынша, жаңа зейнетақы төлемі тек ОПВР төленген тұлғаларға тағайындалады. Жоғарыда атап өтілгендей 1975 жыл туған қазақстандықтар және олар төлеуден босатылғандар алушылар тізімінде жоқ. Тағы бір шарт, әлеуетті алушыларға арналған ОПВР жалпы кемінде күнтізбелік 60 айға аударылуы керек. Яғни жұмыс берушінің жарнасы жасына және басқа да көрсеткіштерге сәйкес келетін, бірақ 5 жылдан аз жұмыс істеген қызметкер үшін төленсе, оған да жаңа зейнетақы төлемі тағайындалмайды. Бұл ретте оған тек жасы бойынша зейнеткерлер ғана емес, мерзімсіз белгіленген бірінші және екінші топтағы мүгедектер де жүгінуге болады. Жаңа зейнетақы төлемінің мөлшері қандай болады? Осылайша жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарынан жаңа зейнетақы төлемін 1975 жылы туған және кемінде 5 жыл бойы ОПВР аударылған қазақстандықтар ала алады. Бұл жағдайда ол өмір бойына, яғни қайтыс болған немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан жағдайда айларға тағайындалады. ОПВР-дан үнемдеу көлемі ол таусылмаса да төлем мөлшеріне әсер ететін болады. Ол әртүрлі факторлар мен коэффициенттерді ескере отырып, күрделі формула арқылы есептеледі. Бірақ жаңа зейнетақы төлемінің ең жоғары мөлшері кез келген жағдайда республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейінен аспайды. Мысалы, 2024 жылы ол 86.814 теңге болды. ОПВР есебінен зейнетақы төлемдерін әлеуетті алушылар зейнеткерлік жасына қарай өмір сүру құнының жыл сайын өсуін ескере отырып, бұл сома әлде қайда жоғары болуы мүмкін.